Ассаламу алейкум. Елдің ғамын жейтін, ел дегенде ішіп отырған асын жерге қоятын ағаларымыз Ғаббас Қабышев, Дулат Исабек, Қабдеш Жұмадыл ағалар. Сіздерге белгілі, барша Қазақстанға белгілі болған Серікжан Біләшұлы жайлы қоятын сұрағым бар еді. Серікжан Біләшұлын бүтін әлем таниды. Ол бірінші болып Қытай Республикасындағы мұсылмандарды азаптап, түрмелерге қамап, адамдарды сондай қинап, геноцид етіп жатқан бүтін әлемге бірінші паш еткен жігіт. Ол біздің қандас бауырымыз, өзіміздің қазақ елінің азаматы Серікжан Біләшұлы. Ол жігітті бүтін әлем таниды. Осы жігітке қарсы Ахметбек Нұрсила деген жігіт осы Серікжан Біләшқа өзінің теріс пиғылдарымен адамдарды бір жамандыққа бастап жүр дегенде етіп, уәж айтып жүр. Осы жайлы сіздер не дейсіздер? Сіздер осы ел үшін, жер үшін қызмет етіп жатқан адамдарды қандай бағалайсыздар? Осы мына Ахметбек Нұрсиланың сөзіне келісесіздер ме? Осы жайлы мен сіздерден сұрайын деп едім. Сіздерді барша қазақстандықтар сіздерді өте құрметтейді. Сіздердің аттарыңызды басында айтып өткенде өте машһүр. Ел үшін, жер үшін дегенде ішкен астарыңызды жерге қоясыздар. Осы Серікжан Біләшұлды біздің қандастарымызды сондай мына Қытайлар геноцид етіп азаптап жатқан кезде оны мына бауырымыз Нұрсила адамдарды теріс жолға бастап жүр Серікжан деп жылап та қоя береді. Артист дегенде әңгімелер айтып жатыр. Осы жайлы сіздердің ой пікірлеріңізді білмекші едім. Ассаламу алейкум рахматуллах. Қытайды көзінен жылаған кезде қазір жылайсың. Сонда осы үшін мен үйтіп жатырмын. Мүлде өтірігі бар ғой онда. Қырық өтірік. Сол қасында жүрген, Қытайда жүрген азаматтар, Қабдеш Жұмаділов деген ағаларымыз бар, бәрі Ғаббас Қабышев, Дулат Исабек деген ағаларымыз бәрі жиналып, соның бүкіл өтірігін жіпке тізгендеп халықтың көзін ашайық деп отырмыз. Өйткені халық сенгіш, осы сияқты тағы біреу шығады, тағы бір Қазақстанда бүлік шығару мүмкін. Сондықтан мен қазір сол жиналысты өзім ұйымдастырып жатырмын, соған қатысты барам. Қазір ұлан сағат 1-ге дейін сіздермен сұрақ-жауап өтетін болады. Енді жанына осы немереге өзінің бүкіл немересін айтады. Қалай келгенін, жанына жай видео шығардық, қандай науқаспен келді, қандай сенімсіздікпен келді. 31-ші арында отырмыз ғой да? 31-ші арында живой пример, жаңа Мағжан сияқты мен өтініш жасадым. Өйткені жанына дәрігерлер емделмейсің деген аурулардан осы жерде біздің медитация арқылы емделді, кәсібін жасады. Қазір бақытты адамдардың